Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта тренд болып жатқан дубайский шоколад жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Егер видео қызық болса, видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыз. Ал ендеше бастаймыз. Бізге дубайский шоколад жасау үшін керек заттар: осындай фисташковый паста керек болады, сосын молочный шоколад. Толық граммдарына описание бөлімде жазып қалдырамын. Сосын осындай турецкий катайфи деген тесто қажет болады. Осындай коробкада сатылады, кез келген кондитерский магазиннен таба аласыз. Сосын осындай форма қажет болады, кез келген формаға жасай берсеңіз болады. Ең алдымен жұмысымызды осы катайфи тестосыны видеодағыдай етіп майдалап турап аламыз. Міне тестаның барлығына бір келгенді майдалап турап алдым. Енді қазанымызды газге қойып, ішіне сары майды салып, катайфи тестасыны жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Дубайский шоколадтың жасаудағы ең маңызды жері осы катайфи тестасы, яғни осы катайфи тестасыны асықпай жақсылап қызартырып қуырып алу керек. Сол кезде хрустящий болып шығады. Міне барлық катайфи тесталарын қызартырып қуырып алды. Қуырып болғаннан соң бір ыдысқа салып, катайфи тестасының үстіне осы фисташковый пастамызды салып, жақсылап араластырып аламыз бір келгетіп. Міне екеуіне жақсылап араластырып алдым. Шоколадтың ішіне салатын салмасы дайын. Енді шоколадты ертіп аламыз. Шоколадты мен осындай водяной баняда ертіп алдым. Ертуден алдын шоколадтың азырақ бөлігін алып қалыңыздар. Сосын үстіне қосып араластыратын боламыз. Міне толықтай еріді. Енді шоколадты водяной банядан алып, үстіне алып қалған шоколадты салып, бұны да жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Шоколадымыз толықтай еріді, шоколад дайын. Енді шоколадты формаға құятын боламыз. Сіздер кез келген формаға құйсаңыздар болады. Осылай формаға құйып, барлық жеріне бір келгетіп құйып шығамыз. Шоколадты формаға бір келгетіп құйып шықтым. Енді формадағы шоколадты морозильникке 15 минутқа салып қоямыз, яғни шоколадты қатырып аламыз. Міне 15 минут уақыт өтті, шоколадымыз қатты. Енді осы форманың үстіне дайындап алған катайфи тестасыны бір келгетіп барлық жеріне салып шығамыз. Тестаны барлық жеріне бір келгетіп салып шықтым. Енді осының үстіне қалған шоколадты бір келгетіп құйып шығамыз. Қалған шоколадты бір келгетіп құйып шықтым. Енді шоколадымызды 15 минутқа морозильникке қатыруға қоямыз. Шоколадымыз да қатып дайын болды. Енді формадан алып отбасымызға ұсына берсек те болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Дәмі де маған ұнады. Менен сіздерге шынайы отзыв. Дәмі естеріңізде болса, рачки деген конфет болушы еді. Дәл сол рачкидің дәміне ұқсас шоколадтың дәмі. Сіз де жасап көріңіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.